Bluetooth бұл құрылғыларға қысқа қашықтықта деректермен алмасуға мүмкіндік беретін сымсыз байланыс технологиясының стандарты. 1994 жылы Ericsson компаниясының инженерлері қысқа қашықтыққа арналған қарапайым, арзан әрі аз қуат тұтатын радиоканал жасауды ұсынды. Олардың мақсаты компьютерлерді, модемдерді және түрлі перифериялық құралдарды қосу үшін қолданатын ескі әрі сенімді кабельдерді алмастыру еді. 1998 жылы Bluetooth Special Interest Group атты компания тобы құрылды. Оған Ericsson, Intel, IBM, Nokia және Toshiba кірді. Олар барлық түрлі брендтегі гаджеттердің бір-бірін түсінуі үшін жалпы стандарт жасауға келісімге келді. Алғашқы Bluetooth 1 спецификасы 1999 жылы шықты. Жалпы айтқанда, ол мінсіз жұмыс істемеді. Жылдамдығы төмен, қауіпсіздігі орташа болды. Бірақ бұл бүгінгі күнде біз қолданатын әдеттегі сымсыз әлемге алғашқы қадам болды. Айтпақшы, атауы шамамен кездейсоқ пайда болған. Ол Скандинавия патшасы Харальдтың құрметіне берілген. 10 ғасырда Данияны Харальд Бланд атты король басқарған. Ол дат тайпаларын бір корольдікке біріктірген, билігі асқан король болған деседі. Оның көктіс деген лақап аты болған екен. Сол сияқты инженерлер де әртүрлі құрылғыларды бір тұтас сымсыз желіге біріктіргісі келді. Атауы бастапқыда уақытша деп ойлаған екен, бірақ соңында осылай қалдырды. Bluetooth сымсыз жұмыс істейді, яғни электромагниттік сәулелену арқылы. Bluetooth'ды қолдайтын барлық құрылғылар белгілі бір жиілікте сигнал тартады, сигналды белгілі бір тәсілмен шифрлайды. Bluetooth сымсыз жұмыс істейді, яғни электромагниттік сәулелену арқылы. Bluetooth қолдайтын барлық құрылғылар белгілі бір жиілікте сигнал тартады, сигналды белгілі бір тәсілмен шифрлайды. 2-4 Гц жиілік диапазонын пайдаланатын басқа құрылғылардан болатын кедергілерді болдырмау үшін Bluetooth құрылғылары барлық деректерді беріп болғанша секундына 1600 рет бір жиіліктен екіншісіне кездейсоқ ауысып отырады. Достар, бұл шығарылым сендерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше. The Bluetooth device is connected successfully.